Арқалық қаласы биыл ерекше мерекелі кезеңді бастан өткеруде. Қаламыздың 70 жылдық мерейтойы мен 39-ші облыстық спартакиаданы өткізу қарсаңында шаһардың көркін келтіру бағытында ауқымды абаттандыру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Қаланың орталық көшелері жаңарып, жасыл желектер күтімге алынып, қоғамдық орындар ретке келтірілуде. Мұның барлығы арқалықтың ажарын аша түсіп, тұрғындар мен қала қонақтарына жайлы әрі көркем орта қалыптастыруды көздейді. Қазіргі таңда орталық көшелердегі ағаштар мен бұталар түптеліп, айналасына құнарлы топырақ төселуде. Бұл жұмыстар жасыл желектердің өсіп-өнуіне қолайлы жағдай жасап қана қоймай, қаланың экологиялық ахуалын жақсартуға да оң әсерін тигізеді. Жаздың аптап ыстығында саялы көшелер тұрғындардың демалуына қолайлы жағдай туғызса, күтім жасалған жасыл аймақтар арқалықтың табиғи келбетін айшықтай түседі. Абаттандыру жұмыстары мұнымен шектелмейді. Қала көшелеріндегі жарық бағандары заманауи жарық диодты түрлі түсті шамдармен безендіріліп жатыр. Кешкі уақытта бұл шамдар қалаға ерекше сән беріп, мерекелі көңіл күй сыйлайды. Түрлі түске құбылған жарықтар арқалықтың түнгі көрінісін ажарландырып, тұрғындар мен қонақтардың ерекше әсер алуына мүмкіндік береді. Мұндай көркем безендіру қаланың мерейтойлық сән-салтанатын арттырып, мерекенің мәнін тереңдете түседі. Қала келбетін жаңғырту жұмыстары тек сыртқы көріністі жақсартуға ғана емес, тұрғындардың өмір сүру сапасын арттыруға да бағытталған. Тазалық пен тәртіпке баса мән беріліп, көше бойлары, гүлзарлар мен қоғамдық орындар ретке келтірілуде. Бұл жұмыстардың нәтижесінде арқалық тұрғындары үшін жайлы әрі көрікті орта қалыптасып келеді. Айта кетерлігі, 6-9 тамыз аралығында Арқалық қаласында бірден екі маңызды оқиға өтеді. Оның бірі қаланың 70 жылдық мерейтойы, екіншісі 39-ші облыстық спартакиада. Бұл күндері қалаға Қостанай облысының түкпір-түкпірінен спортшылар, жанкүйерлер және мәртебелі қонақтар келеді деп күтілуде. Сондықтан бүгінде жүргізіліп жатқан абаттандыру жұмыстарының маңызы ерекше. Қаланың әрбір көшесі мен қоғамдық кеңістігі келген қонақтарды жоғары деңгейде қарсы алуға дайындалуда. Облыстық спартакиада өңірдегі ең ірі спорттық жарыстардың бірі. Бұл дода аудан, қалалардың үздік спортшылары бақ сынап, өз өңірінің намысын қорғайды. Мұндай айтулы спорт мерекесінің арқалықта өтуі қаланың дамуына серпін беретін маңызды оқиға. Спорттық жарыстар жастарды салауатты өмір салтын ұстануға үндесе, мерейтойлық іс-шаралар тұрғындардың туған жерге деген сүйіспеншілігін арттыра түседі. Арқалықтың 70 жылдық мерейтойы қаланың өткен тарихын таразылап, бүгінгі жетістіктерін бағалайтын, болашаққа бағыт-бағдар айқындайтын маңызды белес. Осы уақыт ішінде арқалық талай өзгерістерді бастан өткеріп, өзіндік даму жолынан өтті. Бүгінде қаланың жаңарған келбеті, көркейген көшелер мен абаттандырылған қоғамдық орындары оның өсіп-өркендеп келе жатқанын айқын көрсетеді. Мерейтой мен облыстық спартакиада қарсаңында қарқынды жұмыстар арқалықтың келбетін жаңа деңгейге көтеріп, қала тұрғындарының көңілінен шығуда. Жаңарған көшелер, күтімге алынған жасыл желектер, түрлі түсті жарық шамдармен көмкерілген орталық даңғылдары, мұның бәрі қаланың мерекелік сәнін арттырып, арқалықтың қонақжай әрі заманауи шаһар екенін айқындай түседі. Бұл игі бастамалар алдағы уақытта да жалғасын тауып, қаланың одан әрі гүлденуіне негіз болмақ. Оразхан Зейнолла, Нұрислам Абдысалық, Арқа Ньюс ақпараттар қызметі.